Казах спел очаровательные узбечки красивые песни. Такие ролики мы одобряем. Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья. Всем халом, всем здрасте. Вы мне сколько только не скидывали в Инстаграм этот ролик. Ну, давайте глянем, что там такое. Сәлем. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Жақсы ма? Жақсы. Қай жақтан боласыз өзіңіз? Өзбекстаннан, сіз ше? Мен Қазақстаннан боламын. Сөйлесіп отырмыз. Сіз узбечкасыз ба не? Мәссаған, мен қазақ қыз деп ойлап отырмын ғой. Қазақпен қой негізі. Негізі ұлтыңыз қазақ. Қазақша жақсы білемін. Сіз ұлтыңыз қазақ, бірақ Ташкентте туылдыңыз ба? Как будет? Тоза узбема. Қозғалмасың. Вы чистокровная узбечка. Да. Просто қозоча білемін, көп қозола білейін. Короче, қозола яқшыман деп ошончу. Сіз қазақтармен көп жүрдіңіз, көп сөйлестіңіз, еще қазақша қошықлар тыңдадыңыз, иә? Қошық айтып бересің? Ой, бұл қошық. Мен қандай қошық айтам? Жүрегің толды мені жанына деген қошық айтам ба? Жоқ, қазақша айтып олайын. Неме айтам? Қошық айтамын, седая ночь, көзмоншағын қолыңдағы айтамын. Өзбекстандағы бала бар ғой, есім. Мен сізге элимина берелеймін? Ау? Мен сізге элимина берелеймін? 50 мың сом берің, қошық айтамын, седая ночь, жанына Мен айтамын. Кореядаман да. Ау? Мен Кореядаман да. Это что? Корея. Сіз Кореядасыз ба? Серьезно? Есіміңіз Қасымда подружкам қазақ қой. Сосын қазақша яқшы білем. Яқшы ма сіз? Бәрі яқшы ма? Кореяда не қылыпсың? Жұмыс істеймін. Жұмыс істейсіз ба? Оқисыз, ой, молодец. Жарайсыз. Ал кетті, құрметті достар, қасымызда өзіміздің көршілес бауырлас мемлекеттің, Өзбекстан деген мемлекеттің қызы отыр, өзімізге бауырлас халық. Қазақша жақсы біледі екен, қазақша түсінеді екен, жақсы сөйлей алады екен. Есіміңіз қалай дедіңіз? Салош. Салош. Неткен керемет есім. Бір жете естуім Салош дегенді. Салош. Музыка етіп берейін енді. Ау? Музыка етіп бересің ба? Айтып берейін ба дедіңіз сізге жаңа? Етейін. Мен бір айтайын сізге арнап, сосын сізден енді сұрай жатармыз, міндетті түрде. Сізге бір орындап берейін. Поехали, кеттік. Жаным деп күлнарым, күнде саған барам, сенен хабары жоқ қой, салам әнге салам, мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам, сүйдім сені күлнарым. Ей, жаным деп күлнарым, күнде саған барам, сенен хабары жоқ қой, салам әнге салам, мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам, сүйдім сені күлнар. Ауылыңа күнде барып қайтамын, көздеріңнен махаббатты байқадым, күнде саған тәтті әнді айтамын. Ей, ауылыңа күнде барып қайтамын, көздеріңнен махаббатты байқадым, күнде саған тәтті әнді айтамын. Енді бірінші айтып тұр екен, кішкене шай жеген бар, енді оның арасында болып тұрады ондай. Рахмет. Я на самом деле очень рад, что у нас молодежь такая талантливая, что они такие классные вечера проводят. Даже в ТикТоке, оказывается, бывает и в ТикТоке хорошие люди. Это очень классно. Рахмет. Атыңыз қалай дедіңіз, есіміңіз? Салош. Салош. Өте керемет есім екен, Салош деген.
Даже өзбектердің фильмдарында естімеппін, Салош деген. Осы өзбектерде көп ер азаматтардың аттарына Жан деген қосылады, иә? Әлде там, қалай? Ер адамдардың аттары көбіне там Форходжан там солай болады, иә? Сынаqa. Ал сіз маған қандай ән айтып бергіңіз келді, жаңа мен байқа қалдым ғой. Көздеріңізден байқа қойдым. Музыка айтыш білмеймін. А сіз не айтасыз? Но негізі музыкальный мактапта оқығанмын. Только ананавий хонандачlik. Білесіз? Давайте. Нет. Айтып беріңізші. Айтып беріңізші. Енді бір музыка систем болсын шында андай тыңдағым келіп тұр сіздің өзіңізді. Ұялмаңыз. Ой, бұл ұялған несі? Сізде әдемі қызға қалай ұялуға болады? Будыр неспатыган деген хайота тағдыра қайсыпа бақия шафақат деген. Айтып берсеңізші ме? Мен деген күтіп отырмын осы сен осы әнді айтамын. Иә? Иә? Ай, көсілі. Как будто меня нет, короче, все. Болды, игнор кетті ғой. Болды ғой, енді болды енді, все. Нет, айтышты білсам айтамын, ну просто... Любой ән өзіңізге қандай зор қошық өзіңіз яқшы көретін қошық. Просто ұяламын. Ұялма. Зор қошық өзің яқшы көретін қошығың бар ма? Яқшы көретін қошықты айт. Даже Жасур айтып жүргенде, как ты не можешь петь, когда Жасур поет? Жасурку. Ладно. Жақшы, Салош. Яшыңыз қаншада, Салош? 19. 19? Мәссаған. Сіз серьезно Кореядасыз болса, прикол ұстап тұрған жоқсыз ба? Әзіл қалжыңсыз. Ростаман. Салош, бойыңыз қанша? 1,72. 1,72 дейді, е? 1,72 екен. Мәссаған, өте ұзын екен бойыңыз. Керемет, күшті ғой. Салош, менің бір сұрағым бар сізге. Сөзіңіз Ташкент, Самарқанд, Хиуа қай жақтан боласыз? Хорезмнамын. Хорезм. Сіздің ұлтыңыз қандай? Блин, я помню, мы вроде про харизм смотрели, да, ребят? Те, кто со мной из Узбекистана, напомните, какие города мы еще не смотрели. Если есть новые ролики, пишите в комментариях. Нация. Ну, метиска. Негізі. Если не секрет, с кем? Қандай ұлттар? Какие нации? Национальности? Узбек, турк. Турк. Вы... Ну, папам туркмас, папам келіп, шықшы, короче, турк. Персидская кровь есть? Просто в Хорезмде смешанные национальности проживают. Я знаю, что в Хорезме очень много разных национальностей проживают. Хорезм деген кезінде империя болған, парсылардың мемлекеті болған. Парсы халқының. Жақсы білесің Өзбекстанда? Өзбекстанда яқшы көреміз ғой, яқшы көреміз Өзбекстанда. Яқшы білеміз, яқшы көреміз. Өзбекчеде гәплешесіз. Аз гәпіршем. Өзбекше аз гәпірем. Иә. Қаны түрік дейді. Түрікті... Қаны болғанда бар ғой, өзінің түр әлпеті Азия қызына ұқсайды да, көздері, цвет кожи даже, мына терісінің түсінің өзі ақшылау келген қыз да, андай, білмеймін, мен нақты өзбек қыз деп айта алмаймын, нақты түрік деп айта алмаймын. Салошта. Хамма қазақ сізді ойлайды. Вот Кореяда қазақтар көп, тем более қазақтар көп қалада яшайды. Иә, Кореяда хамма қазақтар көп. Жұмыс жасайды, жұмыс істейді. Хамма Қазақстан деп ойлайды. Көбісі Қазақстан деп ойлайды, мен шатастырады деп айтып жатыр. Енді бар ғой, Салош. Менің бір сұрағым бар. Бір сұрағыма жауап беріңізші. Салош, енді сіз өзіңіз қазақша біліп тұр екенсіз, қазақ мәдениетіне жақын екен. Сізге бір сұрақ, қазаққа тұрмысқа шығар ма едіңіз? Ну-ка. Ты что найдёшь, Илья Мусах?
ой мына қойшы осы сөздің қаншама рет естіп жүрмін. Пешенемізге yazса я деп пешенемізге жазбаса оны сонда қалай ол нақты я жоқ деген жауап болу керек қой. О, наш пацан поплыл. Она его сломала. Yazsасы несі? Да или нет? Agar yo'q degan bo'lsam, taqdirimda qozoqqa tegish yozilgan bo'lsa-chi? Taqdirga qarshi chiqarmaysiz ғой. Вот, o'shaning uchun. Мүмкін тағдырда qozoq жазылып тұр сізде. Tegami? Мүмкін ба? Тағдырға қарсы шыға алмайсыз, иә? Просто ана пешенемізге жазса деген уже заезженный сөз деп айтсам болады. Ойбу барлық айтады, пешенемге жазса деп. Мен уже жатқа біліп алдым, бұны бар ғой. Бұдан басқа сөз жоқ па, құдай деп қоям. Жақсы. Салош, сіздің сүйікті қошықшыңыз бар ма, Өзбекстанның сүйікті әншіңіз? Есімнен шығып кетті. Мә, Салош сіз деген. Салош. Жақсы, сізге осы бір зор қошық орындап берейін, зор қошық. Седая ночь, көз моншағым, жануына орындап берем, 50 000 сом, көз моншағым. Кеттік ал. Kaçon geçe zor desen sen beni nazlı gülüm Küzüm bokmay may kutasın yandırıp aşık dilim Misalım dümüt kalan buray yüzüm yanımga Nazlı gülüm naz kolasın japa kılıp canımga Misalım dümüt kalan buray yüzüm yanımga Nazlı gülüm naz kolasın japa kılıp canımga Sen benim yıldızım, hayızlı nazlı gülüm Sen benim sevgilim, nazlı gülüm, nazlı gülüm Sen benim yıldızım, hayızlı nazlı gülüm Sen benim sevgilim, nazlı gülüm, nazlı gülüm, nazlı gülüm Класс, класс. Мен осы қошықты бала кезімнен бері естіп келе жатырмын бар ғой. Бала кезімде естігем осы әнді. Әлі күнге дейін хит қой ма. Юлдуз Усманованың орындауында күшті болушы еді бұл ән. Өте әдемі. Салош? Өзі бітті қыз пианинода музыка айтады-ку. Көбіректен шығады, көп көрімі. Ошы қыз ресечрол айтады, Молодец қыз. Ресечрол музыка айтады. Да музыка айтты. Вообще музыкасыз чыройлы. Қайсы? Енді сөз айтып бере алмаймын, короче, башлады, что 9 ой qorningda ko'tarding, işte 9 kun ko'tarding deb boshladi. Tushunganimda, вот. Не түсінгеніңізді айта беріңіз, tushunganingizda gapira berіңіз. Вообще zo'r qo'shiq aytdi. Сіздің айтқан текстіңізде мен қандай ән екенін таба алмай тұрмын. Просто интересно стало, вот какую песню она спела в тот момент. Текст какой именно. Қандай сөздерден тұрады деген сияқты. Точно. Түсіндім, короче, мазмұнын, но қазақшада точно айтып бере алмаймын да. Әрине қазақша точно айтып беру қиын ғой сізге, бірінші попыткадан тем более. Про любовь, да? Білмадым, ешнаққа. А сіз қазақтың әндерін жақсы көресіз бе жалпы өзіңіз? Немасын? Қазақ тілінде ең сүйікті әніңіз бар ма? Әніңіз қандай? Ең сүйікті зор қошық қазақ тілінде. Білмадым. Салош, енді өзіңізге қазақ тілінде ұнайтын әнші бар ма? Мысалы, қошықшы, қошықларын жақсы көрем, яқшы көремін дейтін. Қайрат Нұртас, Төреғали Төреәлі. Қошықшыларны танымаймын. Музыкаларын естімін, қошықшыларны танымаймын. Ісімін оқысамам, ісімді қалмайды торысы. Лабыдан пардозыдан етайма деген ұнамай ма? Ұнайды. Көк шигули, эслатады sevgimizді эх шигули. Ұнамай ма не? Қазақстанда бүкіл
тойларда той свадьба свадьбаларда көк жигулиға билеп жүр ғой Қазақстанда. Қазақстанда осы қошықты жақсы көреді. Білем, но маған ұнамайды. Еще бізде ана әнді жақсы көреді. Ана қошықлар, ана өзбекше қошық бар, тойда жақсы көреді. Жанзе деген бар ғой. Сол қошықты жақсы көреді, иә, Қазақстанда. Ал біз әрмен қарай жалғастырайық. Қасымызда Өзбекстанның қызы отыр, Салош есімді. Не айтса, илтимос, чырасыны қошықтан, илтимос, чырас. Чыройлы деп айтқысы келіп тұрған шығар, әдемі, чыройлы қошықтан. Иә? Солай ма? Солай. Мен де солай деп ойлап тұрмын. Сол енді өзіңізге чыройлы қызға, өзбектің чыройлы қызына чыройлы қошық болсын, иә? Сіздің құрметіңізге бір чыройлы қошықтан болсын, алып кеттік. Чырас. Браво! Рахмет. Оқасы жоқ. Ребята, я думаю, вы тоже должны обязательно поддержать лайком этот видеоролик и распространить как можно больше, чтобы эти ребята еще раз встретились и записали вторую часть диалога. Мне прикалывает их общение. Молодцы. Это очень круто. Сізге де көп рахмет. Рахмат. Чыройлы қыз. Чыройлы қызға чыройлы қошық қой. Салош. Рахмат. А Салош? А сколько лет вы проживаете в Корее? 18 yoshimda keldim, hozir 19 yoshdaman. Bizda maktab bitkazib keladi-ku. Institutga topshirib keldim. Universitetga topshirdim. Sizlardaqa keta bilan kelib bo'lmaydi-ku. O'shanga voyaga yetib, maktab bitirqizib, keyin keldik. Молодец, ақылды қыз екенсіз. Жолыңыз болсын. Салош? Мамандығыңыз қандай? Профессия? Кар менеджмент. Қандай? Кар менеджмент. Английскийді оқимын. Күшті, керемет. Английскийді оқисыз ба? Түсінікті. Өзбекстанда Өзбекстанның зор қошықшысы кім ол? Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonova? Кімші? Шахзодашы? Тоже yaxshi. Тоже yaxshi ма? Шахзода. Жасуршы десе. Жасур легенда жоқ па ондай? Бар. Yana aytingchi. Иә. Qozoqcha ayting endi. Ayting. Айтайын деп тұрсың, айтсаңшы енді. Siz ayting. Айтың деген сол ма не? Мен айтайын деп тұрғанға, типа, сіз мен айтып берейін деп айтып тұрмын десем, мен айтың екен ғой. Шырас. Сіз қандай қошық сұрап тұрсыз мен? Шырас Мураттинов кім, білесіз ма? Жоқ. Білмеймін, жоқ. Білмеймін. Қандай қошық сұрап отырсыз өзіңіз? Білмеймін. Любой қазақша. Қазақша? Қандай қошық қылағыңыз келіп тұр өзіңіздің? Не знаю. Я думал, она сейчас тоже петь будет. Она сказала айтайн, а в итоге, оказывается, она другое имела в виду. Прикольно, нас заскамили. Қошық тыңдағыңыз келіп тұр өзіңіз жақсы махаббат туралы, қайғылы, лирикалық, көңілді, веселую, грустную песню о любви деген сияқты. Білмеймін. Фарқы жоқ вообще-то. Андай хайота деген айтайын ба? Айта аласыз ма? Хайотаны ма? Жоқ, хайота қиын.
Бу дәрін не спот екен. Қалай бастаушы еді басы ойбай. Оның ауыр ғой. Qozoqda номер один bo'lar ekan. Qo'shras. Номер 1 қошықшы Қазақстандағы, иә? Соның қошықын Shiraz deydi. Шыраз білмеймін Шыразды. Так Қазақстандағы номер 1 қошықшы. Бір жақсы бір ән айтып берейікші бар. Өзіне бір көңілінен шыға алатын әнді, иә? Салоштың көңілінен шығатын қандай ән бар білмеймін мен даже. Миыма түспей тұр. Қандай ән? Енді Yaxshi, бросня qanaqa xatir aytib o'ring, farqi вообще yo'q. Siz aytsangiz bo'ldi. Жүрегің қолды мені жанына деген ән айтсам болмай ма? Ilhan. Ilhan ayting unda. Илханды айтпаймын ғой мен. Так, өмірді. Так. O'zim uchun. Tezim uchun. Ау? Tezim uchun. Сезім үшін дейді. Сезім үшін бәрін қиып кетерем көзің үшін дейді. Иә? Сезім үшін сондай ән бар, иә? Сүйікті етші деген еще ән бар шығып тұр. Негізі сол әнді айтайын дегенмін. Мына қошықты білетін шығарсыз, өте зор қошық қазақша. Махаббаттың қошығы деп айтсақ болады. Өте әдемі ән. Өзіме қатты ұнайды. Аңсаған әппақ арманым, орманым бол мен жаным, тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары. Көктем құлпырса керемет, жанымды жырға бөлемек, өзіңе мені шақырар, алдымнан ұшқан көбелек, алдымнан ұшқан көбелек. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұң, мына әлемді сүйікті етші, сүйікті етші, сүйікті етші, сүйікті. Осылай. Как-то так. Рахмет. Оқасы жоқ. Оның соңғы жалғасын жазбаған ба, неге өйткен деймін да, әннің әппайы бат. Салош, сіз Жасурды көрдіңіз ба шын өмірде? Yo'q. Жоқ? O vroде ketganimdan keyin anaqa bo'lib ketdi. O'zbekistonga Qayda? ketganimdan keyin mashhur bo'lib ketdi shekilli. Машқұр болып кетті ма? Сіз Өзбекстаннан кеттіңіз Кореяға. Сол кезде ол машқұр болды. O'shanda edi. Салош деген міне өзбек қыз отыр қасымызда, сол қыз айтып отыр. Жасур бір жыл бұрын мен Өзбекстаннан Кореяға кеткен кезде дейді оқуға. Ол сол кезде бірақ танымал болды. Ау? Unga o'zi 1 yil bo'ldimi chiqqaniga? Иә, 1 yıl болды. 1 yıl. Endi болды, endi 1 yıl. Болады скоро. Qishda chiqdi u, adashmasam. Қышта шықты. Иә. Көшеде ән айтты ғой, кафелерде, базарда, көшеде. Көзмоншағың қолыңдағы деп. Еще ақша берің, көше қайтамы деді. Ақшаны жүріп алып қошып кетті. Иә. Шустрый бала. Шустрый парень. Вообще boshida 5000 edi, hozir 50 ku. Сіз біледі екенсіз ғой. Мен де оны қарап жүретінмін.
5 мың екенін білмеппін, мен ойладым 10 мың сом бір қошық. Ол басында 10 мың сом деді, потом 15 мың сом, потом 20 мың сом, потом 30 мың сом, потом 50 мың сом. Бір қошық 50 мың сом. Мықты звезда. Молодец. 1 миллион болсын кейін қошығы, бір қошық. Да, звезда реально. Ау? Mash turish bo'lsa bo'ladi yaqinda. Mash turish yo'l nima? Uslay bo'lsa yaqinda o'sha 1 million bo'ladi. Осылай болса, mash turish bo'lsa degan просто түсінбей қалдым кішкене. Типа продюсер дұрыс болса деп айтты ма деп қоямын да. Ол болған продюсер жоқ. Мама никуда не пускает его, оказывается. Я думаю, почему его никуда не зовут на телевидении, там, на программу разные, типа, как в качестве гостя. Оказывается, его мама не отпускает, дейді көбісі. Ну, bilmadim. TikTokda efir qildi, ko'rdingizmi? Efir qildi ma? Da, bir kun manda efiri chiqdi, уже kechki vaqt qilgan. Hamma unga jalba yozdi. Короче, uni kimdir majburlab ayttirib turibdi-da. Bolani uxlagisi kelib turibdi, orqasida bitta katta odam o'tiribdi. Ну, не понимаю. Hamma so'kib, короче, negativ. Bolani uxlat, вот mana shunaqa. Bolani uxlagisi kelib turgan кезде uni qiynab aytqizgan, ya? Еще hamma qozoqlar yozgan. Hamma qozoqlar? Jalba qilamiz, bolani uxlat. И казашка нет, я o'zbekcha. Сосын не болды? Men chiqib ketdim, bizda уже kech edi. Блин, көру керек еді сол Жасурдың стримі бар ғой. Ну вообще odamı ko'p, прям подаркалар. Еще kim подарка tashisa, hamma odam прям o'sha bilan urush qilib ketadi. Nimaga tashiysan? Jalba tashlab buni uxlatish kerak deb. Jalba tashlab uni uxlatish kerak. Жібереді екен ана кісілерді. Салош, танышқаныма қуаныштымын. Танышқаныма. Еще увидимся. Подписка қылып қой. Еще әлі көрсеміз, е? Саған сәттілік, маған да сәттілік. Қуаныштымын, танысқаныма рад знакомству. Еще увидимся. Қайырлы кеш, кездескенше. Қайырлы түн. Вот и все. Знаете, что меня радует, что диалог был максимально вежливый. Никто не кричал, никто не матерился. Все просто спокойно поговорили. Очень классный ролик, на самом деле. Ребята, большие молодцы, что получили достойное воспитание в нынешнее время, нынешние реалии. Учитывая, как люди себя сейчас безобразно ведут в интернете, это прям было классно, на самом деле. Я думаю, вам тоже понравилось. Если будут еще ролики, ребят, такие, давайте обязательно скидывайте. Вроде на канале там есть еще несколько подобных роликов. Посмотрим, послушаем. А все-таки в ТикТоке есть хорошие ребята, и это очень хорошо. А сколько талантов у нас? Ну, можно на хорошей ноте такой вот завершить, ребята. Что хочется сказать? Спасибо вам за то, что вы смотрите, спасибо, что вы со мной, спасибо, что вообще в целом все это так происходит. Благодаря вашей поддержке и вашим комментариям. Много чего интересного. И, конечно же, не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Скоро выйдет еще много чего интересного и полезного. Всех обнял, ребята. Берегите себя, увидимся.